бөлемен осы тема болып жатыр. Ема, субботник. Қашаннан бері жағамай жүрген нәрсемді жақты ғой. Мына жақта бригадиріміз тұр. Прораб. Қадағалап тұр. Ақ көйлекпен. Мен атам чапан киіп есік алда жүрмін. Әйтеуір бір тіршілік болып жатыр. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Жалап тұратын, ақпарат жалап тұратын. Сомен шомылып көрдің бе дейді, шомылсаң прям денең кішкентай баланың денесіндей болады дейді. Сомен короче үйде мынандай тұз бар болған ғой, новый. Осынша қалды. Осыған түсейін деп жатырмын. Эксперимент істеп көргендер бар ма? Қалай болады деген. Реально сондай ма? Жоқ, кәдімгі тұз бар. Біздің районда бір 4-5 гәлдірбаш бар. Қашан жолықпасаң, ет жоқ, жыланат та жүреді, короче. Бала-шаға ет жоқ, анау жоқ. Соларға мына ешкі, мына кашелерінің соңғы патроны. Мына бір ешкіні мен бір ай 4 адам қайтқан жарым келді, сойып алып кетті. Бірінші 5000 теңге алыңдар дедім. Кейін бір тауық бері алып кетті. Кейін тегін алып кетші дедім. Ама итіңе сойып алып кетші, амады көр. Мен жиямадым ешкіні етін да, бір өзім базарға шығармайсың ғой. Бөлем келді, заводта жұмыс істейді екен. Сонымен балдар жима десе, конечно, сойды міне бір шара етті. Анау ет, қазір ертең сөйлесем, ет жоқ деп қайтадан жылайды. Жатады просто, жалыватса етеді, қолына бересін, істемейді. Не деймін ондай адамдар? Гәлдірбаш деме, не деймін? Айтыңыздаршы, мына ет қой, жоқ дегеннен гөрі мынан қуып берсе бар ғой, өзін емес бала. Камерада кетіп қалдым. Привет, ребята, қалдарыңыз қалай? Айнан бүгін ғана сүрттім ғой шіркін ай. Ладно, мән бермейміз. Балан ғана мән беріңдер бүйтіп. Мен қазір алтынның бәрін қаптап. Бәрін шикардос, женщина, кошка, пантера, бірдеңе, левел, деп десең ба. Шықтым, аяқ киімді киемін, и, короче, секерге барамыз бүгін. Уия, кім шақырым деп ойлайсыздар деп, вообще қосар қатысы жоқ. Мен достарым емес, туысқандарым деп қойса, нағашыларым, деп шем. Бияла, настроение бүгін жақсы, біреу мен настроение құрсақ, өлтірем десең ба. Сол, менде бәрі күшті, шүкір Аллаға, нормально. Өз-өзіме кеп жатыр ақырын. Сол, короче, что хотела сказать? Нағаштармен болам, бүгін дәрін алар болмайды, бірақ өкінішке орай, басқалар болады. Қайырлы кеш, жастар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін секерге келдік. Мына Моля, мына Айгүл тәте. Айгүл тәтенің 27 ноябрь күні туған күні болған. Қаншаға толдыңыз Айгүлте? 53-ге. 18-ге деп қосылы. Сол Айгүл тәте туған күні тойлаймыз деп. 35-ке кетті шын, перевернула деп ше. Тойлаймыз деп келдік, бүгін алып келдік наксет секерге. Қазір кіреміз. Қыздар. Өңкер қыздар қалды. Бүгін Мама, дочки, мама, дочки. Да, 4 подружка болып келдік. Сол, қазір кіреміз, не жейміз көрсем. Мені мама, мені келді, менің мамам келатыр. Тұмарлар, краштар. Мені туған сестрасы. Мен мамам. Третий раз. Бела. Біз қазір отырдық, екінші түрі тапчанда отырмыз. Мені мамам, Айгүл тәтешка, Мольчка. Біз бүгін 4 қыз болып, в общем, секерге келдік. Әркім өз шешесімен, өз қызымен деп қосылы жоғы. Мына екісінің мамасы енді келе алмады. Апа кішкене ауырын қырап тұр. Сол атак бәрі күшті. Қазір біз деген тамақ ұрайын деп тұрқ. Түріміз қорқынышты, төртеміз түріміз қорқынышты, тамақ жейтін түрі болып тұр. Сол, бізге ас болсын жалмауыздар деп қосын ол. Бияла. Менен бәрі сұрайды, кірпік кімдікі, өзіңдікі ма, или біреудікі ма десе? Менікі. Кірпік нарощенный ма деп сұрайды менен. Менде кірпік өзімдікі. Мен жартысымды алмаған ол кірпігі. Арғайсыздан жинамаған менен кішкене, шешесінен кішкене, әпкесінен кішкене, сонымен бәрі оптым. Сол көптер сұрайды нарощенный кірпік ба деп, жоқ мен өзімдікі. Кірпігім өзі ұзын, бояған кезде өзі қақиып тұрады. Рахмет комплименттеріңізге бәрін оқып отырмын. Біз бүгін 74-лер, 71-лер, 99-лар, 25-лер болып жиналып отыр құрдастарымызбен деп қосылып.
бәріміз бүгін жақсы жиналып нақты коллектив болып отырық, отбасылық коллектив болып. Сол келгендеріңізге үлкен рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Айтты ғой, түрлері жаман, бұлардың қорқынышты тамақтар отыр. Уақыт жоқ бұндағы, короче. Сол қайда қарағым, дір еткізген, шықпас естен, мөлдіреген жанарым. Есіңде сол бір күнден. Белла! Осындай керемет күнде ауылға екеміз көп бар көрейік деп. Давайте мен дайынмын деп қалсыған. Нау жүр, десек. Алғап деп жеп. Бұл тағамда біздің кафеміздің этол тағамдардың бірі. Осы жақын арада қосылды. Оны ашып көрсін, Бұл тағам 6 сағат маринадталып, 4 сағат суда бұқтырылады. Мойын ба? Иә. Ема. Қасында соусы бар, біздің арнайы соусы. Сызғы. Аха, рахмет. Шағас болсын. Рахмет сіздерге.